Қазақстандық кәсіпқой боксшылар арасындағы ең жастарының бірі әрі жарқын проспект Садриддин Ахмедовтың келесі жекпе-жегі туралы жаңа ақпарат шықты. Мансабында 11 жекпе-жек өткізіп, оның бәрінде ұтысқа ие болған. Оның нокаутпен жеңген қазақ сарбазы 30 қаңтар күні ресми түрде рингке оралады. Boxrec.com сайтының ақпаратына сенсек, ол Мексиканың Куэнава қаласында өтетін бокс кешінде 31 жасар голландиялық былғары қолғап шебері Стивен Даньомен қолғап түйістіреді. Бұл жігіт кәсіпқойда 20 кездесу өткізген. 17-сінде жеңіске жеткен, 3-еуін ұтылған, тағы 3-еуін тең аяқтаған. Бұл сында бәске бірінші орта салмақтағы WBA континентал белбеуі тігіледі. Соңғы рет Ахметов өткен жылдың желтоқсан айында кездесуге шыққан болатын. Ол кезде аса қиналмастан аргентиналық Хосе Антонио Вилlalobосты жеңген болатын. Бұл Садриддиннің Мексикадағы алғашқы бәсекесі болмақ. Бұған дейін ол тек Канада мен Қазақстанда ғана жекпе-жектерін өткізіп келген. Оның еншісінде қазірдің өзінде бірінші орта салмақтағы WBC-дің жастар чемпионы деген белбеуі бар. Стив Даньо бұған дейін қазақстандық кәсіпқойлармен кездесуде тәжірибесі бар. 2017 жылы ол Англияда павлодарлық Александр Журавскиймен жолығып, ұпай санымен жеңіске жетті. Даньодан ұтылғаннан кейін Журавский сол күйі өзіне келе алмай қатарынан 5 кездесуде ұтылды. Оған дейінгі бұл боксшының рекорды өте жақсы болатын. Демек енді Садриддин сол бір отандасына кеткен есені қайтарып көрмек. Оның үстіне қазір Даньо 2 жеңістен тұратын сериямен келеді. Жалпы идея бойынша роттердамдық боксшы Садриддин үшін айтарлықтай ауыр сынақ болмау керек. Десе де жақсылап дайындалған жөн. Мадияр Ашкеев пен Али Ахмедовтердің жеңілістерінен кейін біздің жанкүйерлердің көңілдері көпті. Әрбір боксшымыз әрбір сәтте жеңіліп қалатындығын көрсетті. Демек алдағы сынға бар жауапкершілік тарту керек. Кездесуге әлі бір айдан аса уақыт бар. Ахмедов қазір Канадада оқу жаттығу жұмыстарын пысықтау үстінде. Ал Қанат Ислам мен Жәнібек Әлімханұлға қарсылас болып қалар-ау деген Деметриус Андраденің ойы мүлде басқа жақта екен. Ол кеше ғана Геннадий Головкинге ресми түрде шақырту тастады. WBO чемпионы Шереметаны жеңген қазақ боксшысы туралы өз пікірін білдіруде осыны айтты. Мен Геннадийдің сынын көрдім, шамамен былай болып қалыпты деп баяу соққы жұмсауды көрсетті. Десе де мен оны сыйлаймын. Осы шама жасқа келсе де үлкен сындар алып жүр. Оның өнер көрсетуі жақсы болды. Қарсыласы да мықты екен. Барынша шыдады. Головкин үлкен сындарды күтіп жүр. Егер Билли Джо Сондерс одан қатты қорқатын болса, Triple G мен шығуға дайынмын. Ақпан айында кездесу жасайық. Жоқ, ол кездесуде бірнеше соқ қалды ғой. Сондықтан уақыт берейін. Наурызда шығайық. Маған рингке оралар сәт туды. Діттегенім Triple G болмаса Билли Джо. Біз бір платформада өнер көрсетеміз. Демек кездесу жасайық, деді ол. Иә, байқағандарыңыздай, Андраде қазақстандық боксшы туралы айтып тұрып, Жәнібекті де Қанатты дауызын алған жоқ. Демек, бұл сындар оны мүлде қызықтырмайды. Қанатты қайдан, бірақ Жәнібек келесі жылдың басында үлкен сын ұйымдастыратын болса, онда жыл соңында Деметриусқа қол жеткізіп қалуы мүмкін. Өйткені Головкиннің жоспарында Андраде мүлде жоқ. Оның үстіне Гена көктемде сынға түсетін болса, ол тек мамыр айы болады. Және мұнда оның қарсыласы мексикалық болуы мүмкін. Не Канело болмаса Хаймен Мунгуя. Менің ойым осы. Ал сіздер пікірлеріңізді комментке қалдырыңыздар. Бейне материалына лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл мен үшін маңызды. Бейне роликті түрлі әлеуметтік желі арқылы таратуға атсалысыңыздар. Сондай-ақ Инстаграмдағы парақшамызға да жазыла кетіңіздер. Сілтемесі бірінші комментке қыстырулы. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болғай.